тұра тұр, жүкті болмасын давай презерватив кигізсеңіз, жүр екеуміз нормально поляда шаң-шаң жерде жатқанша мен де рахат алайын, сен де рахат ал. Біріншіден сіз күйеуіңіз екеуіңіз бір жерге барып қалдыңыз. Вот сол кезде келіп болып қалуы мүмкін. Сәлем қыздар, бүгін біз сондай бір тақырыпты қозғаймыз. Аяқ асты бір жігітпен жатып қойдым, бала көтеріп қойдым ба? Не істеуім керек? Тіпті күйеуге шықпаған қыздар арақ ішіп алады, есін білмей қалады, есірткі қолданады, или просто сезімге беріліп жатып қояды. Содан кейін қорқып жүреді, мә, көтеріп қалдым ба, көтеріп қалмадым ба, не істесем болады, сақтанбай болып қойдық деп, или еркектер хабарласады, мен бір қызбен жатып қойдым, көтердім ма, көтермедім ма, сақтанбап едім деп. Енді негізінде сақтану керек. Тіпті ерлі-зайыптылар болған күннің өзінде де мысалы сақтанып жүреді, арасында бір сақтанбай қалатын кезі болады. Сол кезде көтеріп қойдым ба деп уайымдап жүреді әйелдер. Мысалы емізулі баласы бар, жұмысқа жаңадан шықтым деген әртүрлі, мысалы бала жоспарламайды, дәл қазір бала керек емес, бірақ көтеріп қойдым ба, қорғанбай болып қойдық деген сияқты уайымдап жүреді. Бұндай жағдайда қыздар экстренный контрацепция деген ұғым бар, яғни шұғыл контрацепция. Мысалы кейде енді қазір көп болып кетті ғой, зорлық процесі де өте көп. Өткенде бір қыз хабарласты, мысалы кетіп бара жатып таксиге міндім, елдің бәрі түсіп қалғаннан кейін таксист жігіт зорлап кетті. Көтердім ба, көтермедім ба, қазір қорқып жүрмін дейді. Сондай жағдайларда экстренный контрацепция бар екенін кез келген адам білуі керек деп есептеймін. Ол не деген сөз? Жай контрацепция бар, ол көтермес үшін ішілетін дәрілер, қолданылатын заттар, мысалы презерватив деген сияқты, колпачоктар, свечалар, кремдер, жүкті болмас үшін қолданылатын дәрі-дәрмектер. Ал енді экстренный контрацепция ол уже болып қойды, қорғанбай жыныстық қатынас, көтеріп қалдым ба, көтеріп қалмадым ба деген ой мазалаған кезде қолданылатын, шұғыл түрде қолданылатын контрацепция. Енді әзірге тек қана гормональды дәрілер, Эскапел, Пастинор, Ева сияқты препараттар. Енді бұл препараттар, қыздар, гормональды препараттар, ударная доза гормонов, бұл аборт емес, түсік емес, бұл сіздің жатырыңызды жүкті қылмауға арналған дүние. Яғни біз білеміз, егер ұрықтану процесі жүрсе, сол ұрықтанған ұрық жатырдың түкшелерімен жылжып отырып, жатырға ұрықтанудың 7-ші тәулігінде келіп бекінеді. Ұрықтанудың 7-ші тәулігінде бекінуді имплантация деп айтамыз. Осы жатырға бекіну процесіне дейін сіз жаңаға жатырды, то есть гормондармен өзгертіп, оны жатырға бекіне алмайтындай жасап тастайды. Сондықтан жүктілік мүлдем болмайды. Ұрықтану болғанымен де жүктілік болмайды. Екеуі екі бөлек процесс. Енді қараңыздар, бұл дәріні қай кезде ішуге болады? Мысалы, бұрын болып кетіп еді, соны ішсем бола ма деген нәрсе болмайды. Жүкті екеніңізді білгеннен кейін ішуге тоже болмайды. Уже егер жатырға бекініп қойғаннан кейін, ол түсік түсіретін дәрі емес, ол жатырыңыздағы баланы түсіре алмайды. Ол тек қана әлі жатырға бала бекінбей тұрып, сіз жүкті екеніңізді білмей тұрып, осындай бір сақтанбай әрекет жасап қойдым, жыныстық қатынасқа түсіп қойдым, не істеймін деген кезде ғана қолданылатын тәсіл. Эскапел, мысалы Пастинор деген сияқты, оларды бірақ тек қана жыныстық қатынастан кейін 72 сағаттың ішінде, яғни алғашқы 3 тәуліктің ішінде ғана қолдануға болады. Егер 3 тәуліктен асып кетсе, 72 сағаттан асып кетсе, олардың нәтижесі болмайды. Солай. Ал енді ондай дәрілерді барлық кезде, кейде қыздар болды, абайсызда жыныстық қатынас болып қойды, ішем деп обычный контрацепция есебінде қолдануға болмайды. Себебі олар өте ударный доза гормонов. Мысалы, көк дәрілер бар ғой, жүктіліктен сақтайтын. Соның 10 еселенген, 100 еселенген, прям үлкен дозировкасын сіздерге бац етіп береді. Ондай дәрілермен сақтануға болмайды. Күнделікті күйеуі бар жыныстық қатынасқа түсіп жүрген әйелдерге жүктіліктен сақтану тәсілі есебінде қолдануға болмайды. Тек қана сондай бір аяқ асты болған жағдайларда ғана қолдануға болады. Енді оған қыздар жүгінбес үшін, сондай гормональный препараттарды ішпес үшін, ол сіздің етеккір цикліңізді бұзуы мүмкін, етеккіріңіздің қарқындылығы бұзылуы мүмкін, бетіңізге безеу қаптауы мүмкін, тошнота, рвота болуы мүмкін, тіпті кровотечение болуы мүмкін. Сондай асқынулары бар гормональный үлкен дозадағы препарат. Ондай болмас үшін қыздар, мен сіздерге қандай кеңес беремін? Еркек болсын, әйел болсын, барлықтарыңыз мынандай презервативтарды, конечно, мынандай мөлшерде, көп мөлшерде емес, но сіздің үйіңізде, мысалы сіз күйеуіңізбен жыныстық қатынасқа түсетін болсаңыз, көп мөлшерде тұрсын. Аяқ асты керек болған кезде түннің 2-сінде, 3-інде ешкім аптекаға жүгіріп жүрмейді, сол кезде жыныстық қатынасқа түсе салады қорғанбай. Осындай презервативтер үйде болу керек. Ал енді 1-2 штугы сіздің сумкаңызда, портмонеңіздің бір жерінде, бір қуыста жүруі керек. Біріншіден сіз күйеуіңіз екеуіңіз бір жерге барып қалдыңыз.
вот сол кезде керек болып қалуы мүмкін. И әртүрлі жағдайларда осындай презерватив сізді сондай бір асқынулардан, сондай бір қауіп қатерден сақтап қалуы мүмкін. Сондықтан сақтану үшін осындай презервативтер әйелдің де еркектің де сумочкасында жүруі керек әзіргі заманда. Және презерватив таңдаған кезде әрине өзінің бір шарттары бар. Жаңағы қысылмаған, спокойно ашылған кезде осылай ығыстырып, шетін жырта алатын, жыртылып қалмайтын деген сияқты сапалы презервативтерді ұстап жүріңіздер. Және қыз балалар болса да мен сумкаларыңызға салып алсаңыздар деп айтатын едім. Себебі қазір зорлық-зомбылық өте көп қой. Бұл тәсілді бізге баяғыда мединститутта оқып жүрген кезде біздің бір оқытушы профессор кісі айтқан. Мына зорлық болып жатқан кезде әйел қатты қарсыласса, одан сайын ана зорлықтан рахат алатын, зорлағысы келіп тұрған еркек соны қалап тұр ғой, ол одан сайын күш қолданып, ол бәрібір зорлайды. Сол сәтте тұра тұр, жүкті болмасын давай презерватив ки десеңіз, ана ойланып қалады екен. Бәлкім сол кезде ол даже әйел қарсыласпаған кезде оған қарсылық ұнап тұрса, оның бір жері даже тұрып тұрған нәрсесі түсіп кетуі де мүмкін. Сондықтан даже кейде презерватив көрсету зорлықтың алдын алуы да мүмкін. Сондай бір оқиға болған, танитын бір қыз таксиге мініп кетіп бара жатқан кезде таксист оны зорлағысы келеді. Поляға бұрып машинені, мен қазір сені зорлаймын, жаңа осы жерде боламыз деп күш қолдана бастайды. Сол кезде қыз айтады, 21 ғасыр не істейміз? Сен зачем мені зорлайсың? Жүр екеуміз нормально, поляда шаң-шаң жерде жатқанша, мен де рахат алайын, сен де рахат ал. 21 ғасырда өмір сүреміз ғой, жүр гостиницаға барайық деп сондай ұсыныс айтады. Мен барып жүрген гостиница бар, менің бір звоногым бізге күшті номер дайындап қояды деп екеуі қаланың ішіне кіріп гостиницаға барады. Сол кезде қыз айғайлап ұрыс шығарып, адамдар бар жерге барған кезде уже өзін аман сақтап қалады. Енді қараңызшы, айдалада, поляда қыз баланың еркекке күші жетпесі анық. Сондай жағдайларда тіпті зорлық болған күннің өзіне жүкті болып қалмас үшін презерватив қолданған дұрыс. Бүгінгі ой түйім сондай. Өз ойыңызды келіссеңіз де келіспесеңіз де осы видеоның астына жаза кетіңіз.